Тепловизор деген не? Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Теплострой компаниясы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз тепловизор туралы болмақ. Тепловизор деген не? Жалпы тепловизор жердегі, ауадағы, тіпті шатырыңыздағы кетіп жатырған теплопотеряның барлығын дәлме-дәл анық көрсетіп бере алатын құрылғы болып саналады. Жалпы қазіргі таңда соғылып жатырған үйлер саны күрт өсуде. Жыл сайын мыңдаған үй бұзылса, жыл сайын дәл сондай мыңдаған үй соғылып жатыр. Жалпы Қазақстан тарихына үңілетін болсақ, Қазақстанның тарихында пенобетон эковата деген материал мүлде болмаған. Бұндай материал соңғы жылда келген жаңа технология болып есептеледі. Ендеше мынау Совет одағына былай үңілетін болсақ, қазақтар үй соққан кезде черный потолоктың орнына утепление ретінде лайды сабанмен араластырып төсеген, немесе кейбір бай бақуатты үйлер киізден утепление жасаған, яғни киіз тастаған үстіне. Бұның бәрі әрине жақсы, бірақ өз кезеңінде жақсы болды. Бұл қазіргі таңда жарамсыз болып есептеледі. Халық жалпы минвата, стекловата, минплита деген материалдар төсей бастады. Бұл материалдар жалпы утепление ретінде шығынның қайнар көзі десек те болады. Өйткені бұл жарамдылық мерзімі 3 жылға дейін ғана жететін материал. Ол ертең үгітіліп немесе басылып жоқ болып кетуі де әбден мүмкін. Одан кейін бұның тағы да бір теріс әсерін айтатын болсақ, бұл ертең үйде конденсат пайда болуы мүмкін. Яғни сіздің жасаған потологыңыздан тамшылар тамып тұруы мүмкін. Тамып тұрған үйлерде де көрдік десек те болады осы күнге дейін. Яғни сіз дәл қазір осы уақытта үй соғып жатсаңыз, сізге ең оңтайлы шешім, ең жақсы вариант бұл эковата немесе пенобетон материалдарын қолдану болып есептеледі. Өйткені сіз қазір минвата, стекловата төсесеңіз, ол ертең жаңағыдай жарамсыз болады, яғни сіз екі есе шығындалатын боласыз. Жалпы тепловизор тақырыбына оралатын болсақ, алдын соғылған үйлер болатын болса, лай төселген немесе минвата, стекловата төселген үйлер болатын болса, сол үйлер қыстың күні отопление жаққан кезде теплопотеря жібереді, яғни жылуды өткізеді. Сондай жағдайларды біз үйге барып шатырдың төбесіне шығып, бұл құрылғымен есептеп береміз, яғни қай жерден теплопотеря кетіп жатқанын. Жалпы біздің штатта тепловизор құрылғысымен ақылы түрде қызметін қолдана аласыздар. Яғни үйіңізге барып, барлығын көріп, қай жерден жылу кетіп жатқан барлығын анықтап бергеннен кейін, егер сіз біздің қызмет түрлеріне өзіңіздің заказыңызды қалдыратын болсаңыз, бұл сізге бонус ретінде жүреді. Яғни бұл тегін болатын болады. Немесе сіздер қазір 15 сантиметр қалыңдықта пенобетон немесе эковата құйдыртатын болсаңыздар, қыстың күні тегін тепловизор қызметін шақырта аласыздар. Яғни эффектісі қалай болып жатыр, теплопотеря кетіп жатыр ма, кетіп жатқан жоқ па, соның барлығын үйіңізге тегін барып есептеп береміз. Сіздермен болған мен Оразбаев Ұлағат. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.